Assalamu alaikum. Кадырман Кыргызстандык мекендештер, жалпы YouTube көрчүлөр. Улдам кабар каналынын катталуучулары. Ош чапалагынын озары 26 июнь 20-жыл. Кезектеги чыгарылыш Honda Fit унааларына келип калды. Барыңыздар назар салып, биздин видеолор менен бирге болуп туруңуздар. Алдыңыздарда турган күмүш түстүү российский номердеги Honda Fit унасы көрсөтүп кетейин сиздерге. 2002 жыл чыгарылган 1.3 объем 0500 менен 001881. Титаноид дистерде. Көрүп турасыздар, юбкаларынан бери бар. Абалы жакшы. 280 миң дейт. Базардан караганда, чем фиттерге караганда арзан чыкты. Ондорду көрсөтүп кетейин. Пробеги канча болду экен мунун? Пробеги канча экен? Пробеги канча болуптур экен? Пробеги? Көрүп турасыздар. Канчада акчасы? 414 миң экен. 414 миң экен пробеги. Российский номерім? Офис кимден экен? 2003 жыл чыгарылган 1.5 экен. 0558 08 44 49. Үч жүз кырк миң дейсиз? 340 миң. 340 миң дейт. Көрүп турасыздар. Коробка автомат. Пробеги канча болуп калды экен мунун? 190 миң. 190 миң. Мультруль. Көрүп турасыздар. Задний жагында көрсөтүп кетейин. Эгер жакса, мен айткан номерлерге чалып сурап көрөсүздөр. Көк түстөгү Fit. Fit канча болот ага? Fit канча болот? 320 дейт. 73 менен 002214 номерлерине кайтасыздар. 2003 жылы чыгарылган 1.3 объемду көк түстөгү Honda Fit унасы. Бунун пробеги канча болот ага? $320 миң дейт. Сіздерге бир катардан көрсөтүп кете берейин. Honda Fit 2003 жылы чыгарылган 1.3 объемду. 0556 53 93 45. Лобовойна жарака кетиптир. Таш тийгенби. Машина канча болот экен? 340 сурап атасыз. Салондоруна кетсек. Пробеги канча болгон? 141 миң. Көрүп турасыздар. Касак лобовойнда эле бар экен. Аны жакшы. Билбедим экен. Ол тараптагы фиттерди көрсөтөйүнчү сиздерге. Мурунку базарларга караганда унаалардын саны аз. Байкап жатасыздар, көрүп жатасыздар. Сизден бака? Ол Фитти көрсөтөйүнчү 1.5 экен объему. Армениядан келиптир. Номериндеги желегин көрүп турасыздар. Армения. 390 миң сом дейт. 350-гө, 340-га багылсаңыздар болудай. 0556 85 0085 номерлерине чалып көрөсүздөр. Ээси жок экен. Ол Фитти көрсөтөйүн сиздерге. Мынанын ээси ким экен? 2007 жылы чыгарылган 0555 55 90 95. Мынанын ээси ким экен ага билбедиңизби? Сизби? 420. 420 миң дейт.
Honda Fit. Көріп тұрасыздар. Көрерің әка. Пробег қанша болды екен бұның? Пробегі. 270. 270 мың пробег. Оригинал дейді. Honda Fit дағы. 2002 жылы шығарылған 770 менен 010182 1.3 объем. Салондарды тартып кетейлі. Басқан жол одаға? 300 одасы. Қанша бағылды? 250-ге бағылды ба? 280 қылды, бербедіңіз. Түсінікті. Пробег қанша болды екен? 258 екен. Титаноид істерді. Жақсы сөйлесіп, планы көресіздер. Қайсы? Фит қанша болды екен? Фит қанша болды? Bilmem ben. Өзі айтпай қойды. Түсінікті. Яқтағы фиттерді көрсетіп кете берейлі. Алдында тағы бір күміш түсті фит тұрады. 2004 жылы шығарылған 0500 2 менен 31-14 номерлеріне байланысыңыздар. Басын сұрайыншы. Басы қанша болды аға? Басы қанша болды? 290 da. 290. 290 мың дейді. Пробег қанша болды бұның? Екі жүз елу тегерек болса керек. Қанша екен аға? Салып көріңізші, біліп қойын. 200 мың екен пробегі. 200 мың пробегі менен. Honda Fit nasıl oldu? Honda Fit kimden eкен, ha? Fit 2002 жылы шығарылған 501 мен 60-60-12 есі жоқ екен. Бұл да беді 290-280 тегерегіндей. Артынан ұрылған ғой дейм. Білініп тұрады. Дай. Алдында да бір көк кетті кезіктір қалын. Бұның бағасы қанша екен? Қанша додасы аға? 290 мың дейді. Пробег қанша болып қалды үшін? Pradegi 300 ekan da. 300 мыңға жеткен, а? 300 мыңға жетіп қалыптыр. Титаноид дисктері. 2002 жылы шығарылған 772 мен 63-62-18 номерлеріне байланысыңыздар. Тағы бір көк түстегі Fit тұрады. Бұны да көрсетіп кетейінші. Honda Fit 2004 жылы шығарылған 1.3 объемды обмен жолы бар екен. Сіздерден бе ака? Титаноид дистерде. 777 менен 40-10-40 номерлеріне байланысыңыздар. Обмен жолы бар екен. Шілеш көресіздер. Иттер қалай қалды ғой.
болушунча тарттык. Эми кезек арзан маларга өтөбүз. Кийинки видеодон көрө аласыздар.